Шайдың сіз білмейтін 5 зияны. Күніне 3-4 кеседен артық шай ішу мынадай проблемаларға алып келеді. Бірінші, анемия. Шайдағы танин деген зат ағзадағы темірді өзімен бірге алып шығарады. Нәтижеде ағзада темір жетіспеушілік анемия дамиды. Екінші, жоғары давление. Шай құрамындағы танин, кофеин деген заттар қан тамырын тарылтып, нәтижеде қан қысымы жоғарылайды. Үшінші, ұйқының қанбауы. Шай құрамындағы заттар мидың қан айналымын бұзып, нәтижеде бас ауруы пайда болады. Төртінші, тіс эмалін қарайтады. Бесінші, шай ағзадағы минералдар, яғни кальций, магний, йод және басқа да элементтерді шайып шығарып, нәтижеде түрлі аурулар пайда болады. Егер айтылған ақпарат сізге пайдалы болса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар комментарийге өз пікіріңізді қалдырып, денсаулығыңызға қатысты қызықты сұрақтарды жаза кетіңіз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.